Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге орыс халқының салқын көжесі окрошканың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепті білмейтін адам кем-де-кем шығар, бірақ сонда да сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Құрамы өте оңай және жасалу жолы да өте қарапайым. Ол үшін төменде берілген барлық ингредиенттерді бір формада турап алу қажет. Яғни соломка ретінде турасаңыз да болады, немесе мен сияқты кубик қылып турасаңыз да болады. Барлығын турап болған соң, кез келген ретпен бір ыдысқа барлығын саламыз. Тұзын қосып, айран сарағашын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін міндетті түрде шер алдында тоңазытқышқа кем дегенде 1 сағатқа салып алуды ұмытпаңыз. Мінекей біздің салқын көжеміз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк, коммент жазуды ұмытпаңыз.